Тоңсаң бойыңды жылтатын, шөлдегенде шөліңді қандыратын, ұйқы басатын, сергітетін қасиеттері үшін ата-бабамыз шайға да мақал арнаған. Жаздың аптап ыстығында шай ішіп отыратын ұлттың білері бар шығар. Баршаңызға сәлем, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Бүгін шөлімізді қандырып, шаршағанды басатын қара шайдың пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Алдымен видеоны бастамай тұрып сіздерден өтінішім бар. Пайдалы ақпараттармен бөлісуді ұмытпаңыз. Қазақша арнаны қолдап, каналға тіркеліңіз. Қазақ халқы шайхор халық. Ата-әжелеріміздің баяғыда шай ішсең көңілің жай деп мақалдайтыны тегін емес. Мұның сыры неде десек, шайдың адам ағзасы үшін пайдасы мен емдік қасиеті аз емес көрінеді. Шай адамдар қолданатын ежелгі сусындардың бірі. Бірақ біз шайды сонау ерте заманнан бері ішіп келе жатсақ та, бұл сусын туралы тым қарапайым нәрсенің өзін, мысалға, оны қалай дұрыс демдеуді де біле бермейміз. Бұл онша жеңіл-желпі қарайтын мәселе емес. Менің достарымның көбісі шайды әртүрлі бағалайды. Шөлді басатын сусын десе, кейбіреулері шай дастарханда бас қосу белгісі деп есептейді. Шайдың өзінің ерекше бір тарихы бар. Ол Қытай елінен келген. Шайдың құрамында танин, кофеин, теобрамин, фирмайы, витаминдер П, С, Б, В2, ПП, пигмент тағы басқа заттар бар. Шай шөлді басады, көздің көруін жақсартады, жүйке жүйесіне оң әсер етеді, қан тамырын кеңейтеді, бүйректің қызметін жақсартады және еңбек қабілеттілігі мен ой қызметін арттырады. Шайдың түрлері өте көп. Солардың ішінде таңдаулыларын ішу керек. Көк шай, бұл атау күн көзіне кептірілген соң берілген. Шайды дұрыс демдеу өте маңызды. Егер ыстық суды құярда сәл қателессеңіз, қатты қайнап кетсе, немесе қайнамаған болса, дәмі бұзылады. Көк шайдың иісі мүлдем басқа. Оның дәмі сәл қышқылтым, шөлді жақсы қандырады. Сергітетін қасиеті мен П витаминінің құрамы жөнінен қара шайдан асып түседі. Қызыл шай, біздің елде қара шай деп атайды. Ол күшті ферменттелген шай. Бұл да көк шайға жатады, бірақ жиналғаннан кейін өте жоғары температурада кептірілген. Қарт адамдарға қуат күші төмендегенде шипалы. Кірпіш шай. Кірпіш шайды ерте солған ірі жапырақтарды жинап, арнайы әдіспен өңдейді де, сонан соң салмағы 2 килограмм мөлшерде кірпіш формасында престейді. Оның ауыз қуыратын дәмі мен сәл хош иісі болады. Шайды өсіру орнына қарай Қытай, Үнді, Цейлон, Грузин және Краснодар деп бөлінеді. Шайды плантациядан алыс емес шай фабрикаларында дайындайды. Себебі шай жапырақтары өзінің құнды сапасын жоғалтпау үшін алыс тасымалдауға болмайды. Шайдың емдік қасиеттері. Құрметті көрермен, арнамыздың дамып, ары қарай өз жұмысын толық атқару үшін арнаға жазылыңыз. Подписаться батырмасын және қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация екенін ешқашан ұмытпаңыз. Сүт қосылған қою және тәтті шай халық емінде нашадан, дәрі-дәрмектен, ішімдіктен, уланған жағдайда уланудың бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал мен қара бұрыш қосылған шай зәр, қуғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі орнын басады. Жас шай жапырағының шырыны мен шай шырын сөлін немесе ұнтақталып үгітілген кепкен шаймен дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнығанда және аяғы ауыр әйелдерге, көлікте шайқалғаннан, теңіз сырқаттарынан болатын құсып қатты лоқсуды басуға жақсы көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды, тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан мен ас ішек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Кешегіден қалған шай бұзылмаған болса, оны тәнге басу арқылы емдік мақсатқа пайдалануға болады. Себебі бір тәулік тұрған шайда қышқылдар мен фтор көбейеді. Тіл ойылғанда, экземаға, теріге жарақат түскенде, іріңді жараларға ем ретінде қолданылады. Ол өте пайдалы. Кешегі шаймен көзді сүртсе, қызарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тіс тазалар алдында
онымен ауызды шайса тістің түбі нығаяды. Қытай медицинасында шайды уланған адам ағзасын емдеуге пайдаланған. Онымен ауыр тері жарақаттарын емдеп, дене еңбегімен шұғылданғанда сергу үшін ішкен көрінеді. Шай тұнбасы қан капиллярларын бекітеді, жүйкені жақсартады. Көк шайдың пайдасы мол. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлу мен жүрек бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді, қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп сейілтеді. Көк шай жан мен тәнді жадырататын дәрумендерге бай. Шайды қай кезде ішуге болмайды? Оны аш қарынға ішпеңіз. Ас қорыту жүйесінің ішкі мүшелері шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезде ішуге болмайды. Ыстық шай ауыз бен жұтқыншақты, ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа өте зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз. Ол дәрінің күшін жояды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минуттай болуы тиіс. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демдегенде 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттармен қышқылдану процесін бастайды. Хош иісті заттар мен пайдалы құрамдас бөліктері феноп, липоид, эфир майы жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Алғашқы рет демделген шайдағы пайдалы заттардың жартысына жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30%, үшінші рет демдегенде 20%, ал одан кейінгісі 10% пайдалы заттарды ала аласыз. Бұл пайдасынан көрі зиянын тигізеді. Ыстық шай кеңірдекке, аш жолы мен асқазанға кері әсер етуі мүмкін. Ұзақ уақыт ыстық шай ішу ішкі органдарды ауруға ұшыратады. Температурасы 62 градустан жоғары шай асқазанды бұзады. Шайдың температурасы 56 градустан аспауы тиіс. Шай дайындау үшін суды ұзақ қайнатқан дұрыс. Болмаса шайдың фенолы, эфирлік компоненттері қышқылданады. Шай тұнықтығынан дәмі, сапасы мен хош иісінен айырылады. Шай жаныңызды жадыратып, бойыңызды сергітетін кереметтей сусын ғана емес, бейтаныс адаммен жақсырақ танысу үшін көмектесетін, құрбыңызбен болатын құпия әңгіменің майын тамызып, мәнін кіргізудің үлкен рөлін атқаратын, күткенде уақытты азайтатын пайдалы құрал да болып саналады екен. Кез келген уақытта, кез келген жағдайда бір шыны шай ішу ұсынысын жасауға әбден болады. Алайда шай ішу салтанатын өткізу оңай шаруа емес. Кейбір кезде ол нағыз өнерді талап етеді. Сіздермен болған Шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын жамағат. Арнаға тіркеліп қолдау көрсетіңіз.